кішкентай кезінде әке шешесі саған болмайды, бізде ақша жоқ деп қалаған бір ойыншығын әпермеген ғой қызың. Сөйтіп сол телесный терапиядан кейін сіз осы ойыншықты алыңыз, сол қалаған ойыншығыңды алсаң, сен анау детский позицияда қалып кеткенсің, сол у тебя обиды много, неразрешение вот этой проблемы, которая у тебя была в детстве деп айтылғаннан кейін, ол барып өзінің қалаған қуыршағын алды ғой. Сөйтіп қалаған қуыршағын алған кезінде вот ода бағанағы взрослая жизнь началась. То есть үлкен әйел қазір детский позицияда сол уақытысында маған все время запрещали, мне нельзя деп айта берді, маған болмайды деп айта берді дегеннен кейін ол кісіде табыс азайып кеткен. Себебі ол үлкен ақшадан қорқады, маған табуға болмайды, мен ақша зарабатывать етуге я не имею права деген бағанағы детский позициядағы бір ойыншық уақытысында алып бермеген, соны қалаған, сол маған нельзя деп миы қабылдаған кесірінен дәл қазір осы взрослый жизньда ол жұмыс істегенде ақшасын құны жоқ, тапқан табысынан қуана алмай жүрді. Ал соны есіне түсіріп, сол ойыншығын алған кезінде ол кісінің вибрациясы көтерілді. Сол арқылы ол кісінің табысы да жоғарылады. Сол арқылы ол өзінің қалауын уже алып бастаған кезінде не істеді? Ол кісіде табыс көбейіп бастады. То есть бірінші очередь соның ішінде әйел адам өзінің қалауын істемей, ода вибрация көтермейді. Егер де әйел адамның вибрациясы көтермесе, оның күйеуінің табысы көтермейді. Егер де күйеуінің табысы азайса, балдарының да жолы болмайды. Сол себептен бірінші очередь әйел халін көтеру керек. Әйел халін көтерсе, автоматически күйеуінің табысы жақсарады. Автоматически содан туылған балдардың да барлық нәрсесі жақсы болады. Сол себептен әйел адам өзінің қалауын істеу керек. Сіздің душаңыз не қалайды? Фитнесқа барғыңыз келіп жатыр ма? Барыңыз. Демалғыңыз келіп жатыр ма? Демалыңыз. Өзіңіздің қалаған нәрсеңізді алып жегіңіз келіп жатыр ма? Соны алып жеңіз. Егер де сіз осының бәрін құнсыздандырып, қош, анаған жетпейді, маған жетпейді деп жүріп, өзіңіздің қалауыңызды өзіңізге бермесеңіз, сіздің нәпсіңіз ендігі ай сізді жұмысқа жібермей қояды. Сіздің табысыңыз сізге бақыт әкелмей қояды. Сіз содан энергияңыз түсіп кетеді. Содан сізде обратный эффект басталады. Үйіңізде ұш-жанжал, тапқан табысың қайда кеткенін білмейсің. Содан кейін қарыз, жылау содан басталады. Бірінші қарыздан құтылғысы келген адам өзіне өзі қарап, өзінің қалауын жұмсап бастау керек, өзіне жұмсап бастау керек. Өзіне жұмсаған кезінде саған уже ақша келеді, сенің вибрацияң көтеріледі. Саған күйеуің де ақша келеді, бала шағаң да жақсы болады.